Спаналиева Индира Әбілханқызы 1973 жылы 11 сәуірде Тұрар Рысқұлов ауданы Тереңөзек ауылында дүниеге келген. Ұстаздар отбасынан шыққан Индира Әбілханқызы бала кезінен өзінің алғырлығымен, білімге деген құштарлығымен көзге түсе бастайды. Жамбыл атындағы орта мектепті 1990 жылы үздіктер қатарында бітірген ол, сол жылы Жамбыл педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне оқуға түседі. Жоғарғы оқу орнында да қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, көптеген конкурстардың жеңімпазы атанғанын айтпасқа болмас. Институтты тәмамдаған соң еңбек жолын 1995 жылы Тараз қаласындағы Қазақ ұлттық училищесінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастайды. Содан кейін 2001-2004 жылдары Қайнар университетінің жанындағы гуманитарлық техникалық лицейінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарған. Ал 2004 жылы Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің әдіскері болып қызмет атқарады. 2005 жылдан бастап тәрбиесі жөніндегі әдіскер лауазымында абыроймен атқарып, осы аралықта аудандық тәрбиелік іс-шаралар мен қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырушы ретінде және мектептегі тәрбие жұмыстарының сапасын көтеруге атсалысып, аудандық семинарлармен қатар облыс көлемінде 8 семинар өткізіп, өз тәжірибесін аудан жетістіктерін облыс көлемінде таратқан. Аудан көлеміндегі байқаулардың нәтижесін облыс көлемінде дәлелдеп, жүлделі орындарды иеленіп, рейтингілік көрсеткішін жоғарылауына өзіндік үлесін қосты. Жастар арасында құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізіп, аудан көлемінде оның көрсеткішін төмендеуіне ықпал етіп, осы бағытта түрлі жобаларды енгізген. Ата-ана мен бала, ата-ана мен мұғалім, бала мен мұғалім, мұғалім мен мұғалім, ата-ана мен ата-ана, бала мен бала арасындағы түсініспеушіліктер мен кикілжіңдерді шешу мақсатында аудан мектептерінен медиация кабинеттерінің ашылуына ықпал етіп, өзінің нұсқаулықтарын ұсынып келеді. Ал 2020-2021 жылдары білім бөлімінің әдістеменің кабинетінің меңгерушісі 2021 жылдың маусым айынан бастап бүгінгі күнге дейін Түймекен орта мектебінің директоры болып қызмет атқарады. Шәкірт тәрбиесіне қосқан үлесі орасан ұстаз қазіргі таңда балаларға білім нәрін беріп қана қоймай, тәрбиесіне де аса зор көңіл бөлуде. Индира Әбілханқызының марапаттарына келер болсақ, 2005 жылы Республикалық педагог кадрларының білімін жетілдіру институтының директоры Әлмұхамбетовтың алғыс хатымен 2007 жылы Нұр Отан Халықты демократиялық партиясы Байзақ аудандық филиалының құрмет грамотасымен марапатталған. Жұмыстағы жетістіктері: 2008 жылы аудандық білім бөлімінің, 2009 жылы, 2010 жылы жұмыстағы жетістіктері: 2008 жылы аудандық білім бөлімінің, 2009 жылы, 2010 жылы 2 рет Жамбыл облысы білім басқармасының грамотасымен, 2009 жылы Байзақ аудандық мәслихатының грамотасымен марапатталған. 2011 жылы тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына орай білім бөлімінің құрмет грамотасымен және 2012 жылы аудан әкімінің, 2018 жылы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Сағадиевтің алғыс хатымен, 2019 жылы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аймағамбетовтің құрмет грамотасымен, 2021 жылы Нұр Отан партиясының құрмет грамотасымен марапатталған. Қосымша қоғамдық атқарған жұмыстары: 2006 жылдан бастап Нұр Отан Халықты демократиялық партиясы Байзақ аудандық филиалы Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысы, 2008 жылдан бастап осы филиал жанындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі қоғамдық кеңестің хатшысы болып қызмет атқарған. Қоғамдық жұмыстағы жетістіктері үшін 2009 жылы Нұр Отан Халықты демократиялық партиясы Жамбыл облыстық филиалы Жас Отан жастар қанатының Тараз қаласы алғыс хатымен, 2010 жылы орталық аппараттың Астана қаласы алғыс хатымен, 2008 жылы Астана қаласында өткен Жас Отан жастар қанатының бірінші съезінің делегатымен, 2009-2019 жылдары Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясы Байзақ аудандық филиалының саяси кеңесі мүшесі болған. Сонымен қатар 2008-2018 жылдар аралығында аудандық іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі, 2011 жылы Астана қаласында өткен іскер әйелдер ассоциациясы бірінші съезінің делегаты. Бүгінде Түймекен орта мектебінің базасында медиация кабинетін ашып, осы бағыттағы жұмыстардың сапалы жүргізілуіне мән беріп, бір жылдың ішінде 3 отбасының 14 баланың 2 мұғалімнің арасындағы мәселелерді оң шешімін шығарып, татуластыруға жұмыс жүргізіп келеді. Тұрмыста 3 қызы және 1 ұлы бар. Отбасында сыйлы келін, ардақты ана. Биыл бастау алған парасатты көшбасшы байқауында да Индира Әбілханқызы үздіктер қатарынан көрінеді деп сенеміз.